Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге 5 минутта дайын болатын нәзіктік, яғни нежность салатының рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салаттың құрамына піскен жұмыртқа, картоп, тауық еті, сыр, майонез және тұз керек. Ең бірінші пісірілген тауық етін майдалап турап, тарелкенің ең астына осылай саламыз. Содан соң майонезді жағамыз. Одан соң үстіне үккіштен өткізілген картопты, тұз себеміз, майонез саламыз. Содан соң үккіштен жұмыртқаны өткіземіз. Қайтадан майонез, тұз себеміз. Ең бетіне сырды үккіштен өткіземіз. Бұл салаттың жасалуы мужской каприз салатына ұқсайды, бірақ құрамы басқаша әрі дәмі де өзгеше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.